Саламатсыздар ма? Бүгін біз CodeMonkey платформасында сынып ашып және оқушыларды қалай тіркеу керектігіне шолу жасайтын болатынбыз. Ең алғаш CodeMonkey'дің басты бетінен кіріп аламыз, авторизация. Өзіміздің электронды поштамызбен кіреміз. Сіздерге мұғалімнің жеке кабинеті ашылады. My классы деген бөлімінде жаңа сыныпты қосу үшін New Classroom дегенді басамыз. Осы жерге сыныптың атын жазамыз. Мысалы, менде 5-ші сынып болғандықтан мен 5-ші сынып деп жазамын. Өздеріңіздің қалауларыңызша литерінде қоссаңыздар болады. Сосын қай сынып екенін белгілейміз. Создать мой класс. Көріп тұрғандарыңыздай бізде уже мына сынып құрылды. Сыныпқа оқушыларды кіргізудің екі жолы бар. Бірінші жолы ол жаңағы код оқушылар өздері тіркеліп, код арқылы сыныпқа қосылады. Ол үшін мына кодты оқушыларға беру керек. Осы код арқылы оқушылар өздері тіркеліп, өздері қосыла алады. Ал екінші жолы ол өзіміздің мұғалім ретінде оқушыларды логин паролін құрастыра аламыз. Ол үшін сол сыныптың үстінен басамыз. Создать аккаунт ученика. Осы жерге приглашение жазып жіберсек те болады. Почталарын білетін болсақ. Ал егер болмайтын болса, плюс добавить учеников деген батырманы басамыз. Бұл жерде біртіндеп бір оқушыдан кіргізуге болады, бірнеше оқушыларды бірден кіргізуге болады, немесе жаңа атап өткенімдей код арқылы. Мен бір оқушыдан ғана енгізіп көрейін бірінші. Мысалға, Диана. Пароль. Болсын. Оқушының аты жөнін осылай создавать етіп қоса аламыз. Диана деген адам бар. Міне, осылай оқушыны қостық. Енді осыны көшіріп алып, оқушыларға берсеңіздер, осы логин мен парольді теріп оқушылар кіре алады. Бұл бірінші жолы. Екінші жолына бірнеше оқушыларды кіргізуге болады. Ол үшін дайын Excel форматтағы, CSV форматтағы Excel программасының құжаты арқылы, файл арқылы істеуге болады. Шаблонды скачать етіп алсаңыздар болады. Осының ішінде аларды өшіріп тастайын. Select file. Соны таңдаймыз. Загрузить.
әр бағанда бөлек-бөлек орналасу керек, сондықтан осылай сақтау керек екен. Қайтадан таңдаймыз. Загрузить. Көріп отырғандар осылай создать етуге болады. Загрузить еще деп қайтадан файл таңдасаңыздар болады. Бір файлдың ішінде 200-ге дейін адам таңдау оқушыларды кіргізсеңіздер болады. Және де оқушылар өз код арқылы өздерінің дайын аккаунттарын арқылы енгізсе де болады. Осымен жаңа сыныпты ашып және оқушыларды қосу туралы айтылды. Енді осы оқушыларға келесі сабақта қалай тапсырманы бекітіп және курстың қандай түрлері бар екенін айтатын болатынбыз. Сау болыңыздар.